Қаншалықты күнә көп болса да, бірақ сол күнәні жуып шаятын қаншалықты сауаптар, ізгі амалдар бар. Біздің қазір күнәмізді санасақ, теңіздің көбінен көп. Күнәмізді санасақ. Бірақ Алла субханаху ва тағала біз сияқты нәпсісіне берілген, нәпсісіне ерік беріп қоятын, күнә жасап қоятын пенделер үшін көп деген кешірімнің есіктерін, сауаптың есіктерін ашық қалдырғанда негізі. Біле білсек. Сол себепті 10 ай бойы, 11 ай бойы біз белшемізден батып күнә жасаймыз. Біліп жасаймыз, білмей жасаймыз. Оны біз білеміз және Раббымыз біледі. Ал енді дәл қазіргі сәтте сол күнәмізден толық жуылып шайылатын, тазаратын сәттерде тұрмыз. Өйткені пайғамбар алейхиссалам айтады, Шағбан айында ниеттеріңді туралаңдар дейді, өздеріңді тазалаңдар дейді. Пайғамбар алейхиссалам. Демек, осы айда ниетіміз бен ықыласымызды туралайықтағыны өзімізді тазалайық. Біз қалай тазалаймыз? Пайғамбар көрсеткен жолмен тазалаймыз. Пайғамбар көрсеткен жол біреу-ақ, ол оразаны көбейту, нәпіл, ғибадатты көбейту және ізгі амалдарды көбейту.